Өз ортасында қоңыр аю бейбіт жануар болып есептеледі. Алайда қауіп сезгенде бұл жануар өте қауіпті жыртқышқа айналады. Дәл осы себептен Флорида тұрғын үйлерінен жабайы аю табылғанын естіген полицейлер дереу арада шара қолдануы керек болды. Көбінесе аюдың адамзат мекендейтін орынға енуі жақсылықпен аяқтала бермейді. Дротиктер бұл жағдайдан қашып құтылатын жалғыз мүмкіндік. Алайда бұл жолы олар көмектеспеді. Байғұс аю қорыққаннан өзенге қарай ұмтылады. Осы сәтте ғана оған тиген дротиктер әсер ете бастап, байғұс аю өзен ортасында есін жоғалта бастайды. Аюдың көмексіз қалғанынан түсінген биолог адам ештеңені ойланбастан суға қарай ұмтылады. Оған тиген адреналин оны соқыр қылып қойған секілді. Тірі аюды бұлай құтқару өз-өзіне қол жұмсаумен іспеттес нәрсе болатын. Алайда тек бұл жағдайда емес. Адреналин әсерінен аюдың қол аяғы жұмыс істемей қалып, адамның көмегінсіз ол суға батып кетуші еді. Құтқарушылар қайықпен көмекке келгенде жағаға дейін әлі 50 метрдей бар еді. Алайда аю шамадан тыс ауыр болды, оны қайыққа отырғызуға. Шарасыздықтан сал болып қалған аюды өз арқасына асып алған адам өзі жағаға дейін жүзіп барады. Ол аман есен жағаға дейін жүзе алды. Енді ақыры аю өзінің тіршілік ортасына орала алады. Тіпті адам онымен қоштасып та үлгерді. Оның батылдығы аюдың өмірін құтқарып қалды. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар